Қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдерінің бірі, баспагер, қаламгер, жазушы Мереке Құлкенов 1951 жылы 8 қарашада Атырау облысы Қызылқоға ауданы Қарабау ауылында дүниеге келген. Мереке ағай Мұқыр орта мектебін аяқтап, бірнеше жыл аудандық газетте жұмыс жасаған. Кейін Алматыға көшіп, Қазақстан пионері, яғни қазіргі Ұлан газетіне қызметке орналасады. Өндірістен қол үзбей жүріп, Қазму-дің журналистика факультетіне аяқтап, тәжірибе жинақтағаннан кейін өлеңнен қара сөзге, яғни прозаға қарай ауысады. Қара сөзмен жазылған туындылары республикалық баспасөз беттерінде жарияланады. 1970 жылы әскери борышын өтелгеннен кейін 1971-73 жылдар аралығында Қазақстан Компартиясының орталық комитетінің газет-журнал баспаханасында баспагердің көмекшісі болып жұмыс жасайды.